Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Ең алдымен айтарым, менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Прежде чем начать наш урок, хочу напомнить о том, чтобы вы не забыли подписаться на мой канал. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дизайнер. Мақсаты сәнгер мамандығымен танысу, болатын оқиға туралы ауызша және жазбаша баяндауды үйрену. Вы сегодня познакомитесь с профессией модельера-дизайнера. Научитесь устно и письменно рассказывать о предстоящих событиях. Сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Мата, ткань, сән үлгісі, образец моды, сән үйі, дом моды, сәнгер, модельер, дизайнер, тапсырыс беруші, заказчик, либо клиент. Келесі мәтінді бірге оқимыз. Следующий текст читаем вместе. Осы аптадағы жоспарың қандай? Бүгін тапсырыс беруші келеді. Оның өлшемін аламын. Тапсырысты кім береді? Сахнада жүрген танымал адам береді. Жарайды. Ертеңгі жоспарың қандай? Мен ертең мата дүкендерін аралаймын. Бүрсі күні үлгілерді дайындаймын. Арғы күні қайда боласың? Ая сән үйіне барамыз. Ұмыт кетпе. Жаңа сән үлгілерін көреміз. Ұмытпаймын. Одан арғы күні қайда барасың? Одан арғы күні фабрикаға бару керек. Жақсы, уайымдама. Бәрін үлгереміз. Мүмкін фабрикаға сенбіде барармыз, а? Біз сенбі, жексенбі күндері жұмыс істемейміз. Тауға шығып демаламыз. Келесі тапсырма сөйлемді аяқта, үлгіні қолдан. Дополните предложение, используя данный образец. Тамаша. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Экранға назар аударайық. Сөздерді дұрыс айт және жаз. Обратите внимание на произношение и правильное написание данных слов. Келесі тапсырма сөйлемдерді оқы, мағыналық айырмашылығын тап. Кестеге болып кеткен іс-әрекетпен алда болатын іс-әрекетті бөліп жаз. Следующее задание. Прочитайте предложение, найдите разницу значений и запишите в данную таблицу. То есть действие, которое совершилось, и действие, которое совершится. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя. Келесі тапсырма ұсынылған тілдік құрылымды қолданып, сәнгер мамандығын несімен қиын, ол не істейді сұрақтарына жауап беріңдер. В чем сложность быть модельером? Чем он занимается? Выразите свое мнение, используя предложенную языковую структуру. Менің ойымша, по моему мнению, менің білуімше, насколько я знаю, менің түсінгенім бойынша, насколько я понимаю, оның ойынша, по его мнению. Мәтінде айтылған пікір ой бойынша, согласно мнению, выраженному в тексте. Тамаша. Пікірлеріңіз дайын болса, өздеріңді тексеріңдер. Итак, проверим себя. Менің ойымша, көп кітаптар және журналдар оқу керек. По моему мнению, надо много читать книги и журналы. Менің білуімше, сән әлеміндегі жаңалықтардан да хабардар болу керек. Насколько я знаю, необходимо быть в курсе новостей мира моды. Менің түсінгенім бойынша шыдамдылық пен ұқыптылық болу керек.
Насколько я понимаю, нужно быть терпеливым и аккуратным. Оның ойынша шеберлік қажет. По его мнению, требуется мастерство. Мәтінде айтылған пікір ой бойынша сәнгердің шығармашылық қабілеті болу керек. Согласно мнению, выраженному в тексте, модельер должен обладать творческими способностями. Келесі тапсырма: өзіңді сәнгер ретінде елестетіп көр. Бір апталық жұмысыңды жоспарлап жаз. Следующее наше задание. Представьте себя модельером, дизайнером. Запишите свой план работы на неделю. Тамаша. Олай болса, өздерің тексеріңдер. Проверьте себя. Үйге тапсырма. Өзіңді сәнгер ретінде елестетіп көр. Киім үлгісін суретін сал. Почувствуйте себя дизайнером-модельером и придумайте дизайн одежды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.